Мырза, Шығыс Қазақстанға қош келдіңіз. Өте қуаныштымыз. Аргемізде халықтың сұрағы бар деген. Кооперативте не пайда? Неге кооператив, неге банк ашып бармыз? Неге кооператив? Кооперативтің негізгі қалау себебі бұл жерде басқа трансфер организациялардан айырмашылығы осылай. Халық өз-өзіне асарларды алып ешкімнің бұл жерде пайдасы жоқ. Пайызсыз өйткені былай айтқанда халық бір-біріне көмектесіп отыр. Енді ол бір-біріне көмектесу арқылы қайтадан бір-біріне пайызға беру негізінде ақылға сыймайды. Өйткені мен сізден алдым, сіз менен басқа бір-біріне алып үй алды, бір-біріне енді пайыз берсе, онда мен олардан пайыз аламын, мен сіздер анаған бересіз. Сөйтіп былай айтқанда түсінес бір не болып кетеді, оны сөйтіп енді қазақ болғаннан кейін пайыз нәрсе деген бізге билетесі шықпайтын нәрсе екенін білеміз. Сондықтан қазақ осы біздің былай айтқан сөзге шошқа салмайды. Өйткені оның салдарын біледі, не болатын. Сол сияқты біздерде болашақта ойлаймыз деп, сондай бір жаман зат араластырмай, адалдан деген ойымыз. Кооператив, адал, халал, пайызсыз жолмен алуға болады. Артықшылығы, иә? Кооператив жабыла ма? Кооператив жабыла алмайды, өйткені кооперативті ашып отырған халық. Яғни халық қолдаған жерде, қазір өзіңіз көрдіңіз, қаншама адам келді, бәрі қолдап отыр. Бірде-бір адам шығып айтқан жоқ, мен қолдамайын деген жоқ. 100 адам жиналды, 100-ден 100-і сол жерде қолдап отыр, кооператив. Демек, халық қолдаған сайын, бір адам болса да қолдаса, кооператив жаба алмайды. Өйткені кооперативті ашып дамытатын халық, тоқтататын халық. Ал дамып, нәтижесін көріп, одан пайда көріп отырса, кім оны? Кооперативтің өте ыңғайлы, пайдалы, пайызсыз ма, иә? Ал әлі ойланып жүрген адамдарға не айтасыз? Ойланып жүрген адамдарға айтатыным, бұл жерде ойланбау керек. Өйткені уақыт өтіп жатыр. Біздер 30 жыл ойланып жүрдік. Ал біздерден кейін қазір ұрпақ өсіп жүр. Ол ұрпаққа біздер не дейміз? Біздер қазір өзіміз өз жанұямыздан шығып, далада пәтер жалдап жүрдік. Енді біздің бала-шағамыз өсіп келатыр. Олар енді пәтер жалдап жүрді ме? Демек, олар енді 4 есе көбейеді. Біздер мысалға 3 миллион халық пәтер жалдасақ, ендіге 9 миллион халық, 12 миллион халық пәтер жалдай ма? Соны ойлану керек те, қазір осы кооператив дамыту үшін мен ойлану керек емес. Бұл жерге тек келу керек, бастыру керек, бірге даму керек. Дамымасақ, бірікпесек